Ал бісміллә, биылғы ашық алқапқа еккен қызанақтарымыз қызарып пісіп жатыр. Жаймен теріп жатырмын. Бірінші термін осы теректеп. Енді бүгін 8 мамыр 2025 жыл. Ашық алқапқа еккен қызанақтарымыз жаймен қызарып жатыр. Құдай қаласа мінекей мынаның астында түйіндер көп астында. Қаласында бір түйіні жоқ, бір екен қызарып жатыр екен. Бісміллә. Құдай қаласа биылғы жылдың алғашқы қызанағын жейтін боламыз ашық алқаптағы. Бүгін 30 мамыр 2025 жыл. Мінекей салмағын өлшей кетейік. «287 грамм болып тұр. Енді теплицаның жаңа қызанағын жеп жүрміз ғой, сатып алып. Енді қияр өзімізден шығып жатыр. Өзіміздің жылыжайдан. Мына жылыжайдың ішінде қияр өсіп тұр. Оны теріп сатып жатырмыз. Енді ашық алқаптың қызанағына ешқандай қызанақ жетпейді. Өйткені бұл таза піседі. Күннің көзіне, Құдай қаласа, тәмін көреген бісміллә деп. Алла мына істеп жатқан кәсібімізге, диқаншылығымызға береке берсін. Бісміллә. Тамаша. Қанша дегенмен ашық алқапта өскен қызанақтың дәміне жетпейді. Құдай қаласа енді өзіміздің өнімнен күніге жеп тұратын болатынбыз.